Бақыттың соры. Екі жас үйленіп той жасағанда қонақтар кезекпен тілек айта бастайды. Кей қонаққа сөз тимесе, көңіл жібі қисайып қалады. Тілегін тыңдасаң, бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай. Не деймін, бақыт тілеймін, бақыттың ішінде бәрі бар, бақыттарын баянды болсын дегенді қайталаумен болады. Құдды бір бақытты жас отаудың босағасына байлап беріп жатқандай дерсін. Көпшілік бақыт дегенде Будданың үйін елестетеді. 4 құбылан түгел болу, не ішемін, не жеймін демеу, қайғы мұңға мүлде соқтықпау, ауру сырқау көрмеу, өлім жітімдік естімеу, мәңгі шаттанып өмір сүру. Бірден айтайық, жұрт армандаған бақыт ертегіде кездеседі. Себебі бұл өмір диалектика заңына тәуелді. Бір бардың, бір жоқтығы, бір аштың, бір тоқтығы қатар жүреді. Ақты қара күнді түн алмастырады. Миллион жерден жақсы тілек айтсан да, жұбайлардың өмірі тек шаттықтан өрілмейді. Шаңырақты шайқап жіберетін оқыс оқиға мен келеңсіз құбылыстар оларға соқпай қоймайды. Психологтар жас отаудың ғашықтық кезеңі әрі кетсе 3 жыл деп белгілейді. Көбі оған да жетпей күйрейді. Дүниеге сәби келіп отбасын ұстап қалғанның өзінде өзегін бекер үйлендім деген өкініш өртеп тұрады. Осыған орай мынадай анекдотта шыққан. Қазақ жастарында 2 иллюзия бар. Бірі үйленген соң өмірім жақсы болады деген қиял, екіншісі ажырасқан соң өмірім жақсы болады деген сағым. Қалай десек те, проблема бақыт ұғымын дұрыс түсінбеуден басталады. Экзистенциалистер сұрақты былай қояды. Бақыт деген объект ретінде бар ма? Оны көзбен көріп қолмен ұстауға бола ма? Жауабы былай. Бақыт дербес объект ретінде жоқ, оны өлшеудің әдісі мен өлшем бірлігі де жоқ. Бақыт эмоцияны білдіруге арналған сөз. Бақыт қайғы қасіретті жеңгенде тұла бойды билеп алатын импрессивті көңіл күй. Оны сезінудің және бақытты сәтті көбейтудің жалғыз жолы бар. Үнемі қиындықпен және қайғы мұңмен күресіп отырасың. Логотерапевтердің жиі айтатын мынадай қызық тілегі бар. Әдетте елдің бәрі аспанын ашық, дұшпанын қашық болсын, қиындық көрме, ақшадан тарықпа, ешқашан ауырма, шаңырағын шайқалмасын деген мақамда тілек айтады. Олай болмайды. Себебі шынайы өмірде бәрі егіз. Оны диалектика заңы дейді. Қайғы мен қуаныш, шаттық пен мұң қабаттаса өрілген. Түбі болмай қоймайтын құбылысты болмасын деп айта беруде еш мән жоқ. Керісінше, адам қиындық келерін білгендіктен де оған дайын отыру керек. Қамсыздың басына проблема сау ете қалса, паникаға салынып, депрессияға түсіп, тіпті өліп кетуі мүмкін. Дұрысы былай болады. Мейлі өмірде бәрі болсын, не келсе де келсін. Кедейшілік те келсін, ауырып те көрейік. Түрлі қарсылық пен сәтсіздікті де бастан өткерейік. Ең бастысы, олар жан-жақтан қоршағанда, оларды бұзып, жарып, қиратып, тесіп, талқандап, қопарып, көктей өтетін қайсар рухын ешқашан мұқалмасын. Жас жұбайлар профессионал өмірге алдын ала дайын тұрмаса, тағдырдың соққысын Құдайдың қарғысындай қабылдауы мүмкін. Қате түсінік адамды мынадай неврозға шалдықтырады. Қарғыстың түп себебін өткен өмірінен іздеп табуға тырысады. Дилетант мотиваторлар бақытсыз өмірдің қайнар бұлағын тауып та береді. Олардың сөзін тыңдасан, қыздың не жігіттің шешесі қастық қылған болып шығады. Мұндай қарабайыр тәпсірді көбіне надандар көзсіз қабылдайды. Келін болып түскенде шешен мені дуалаған, қызғанған деп кінәні енесінен іздейді. Өткен өмірін саралап, енесінің дуалаған дәлелдейтін бұл тартпас фактілерде тауып алады. Қазақстандағы ажырасудың басты себебін осыдан іздеу керек. Жас жұбайлар бақыт пен қайғының түп негізіне үңілмейді. Бақытқа ұмтылып, қайғыдан тұра қашады. Жоқшылық, қаза, қасірет, қарттық келсе, зәре құты қалмайды. Мехнат бақытын тартып алатындай үрейленеді. Енді сұрақты былай қоямыз. Бақыт қай кезде көрінеді? Диалектика заңы бойынша бақыттың антонимі қайғы, қасірет. Ерлі зайыптылар
қарсы келген қиындықты бірлесіп жеңгенде ғана бақыттың эйфориясын сезінеді. Бұл ойды қиссамен оңайлатып түсіндірейік. Адам ата мен Хауа ана әуелде пейіште жүреді. Уайым қайғы, мұң мұқтаждық, ауру сырқау, қасірет қаза деген атымен жоқ. Сондықтан да бақыттың шынайы дәмін сезінбейтін. Бір күні Тәңірдің тыйым салған жемісін жеп қойды. Құдай оларға қаһарын төгіп ауыр жазалады. Пейіштен шығарып, қауіп пен қатер тұнып тұрған жердегі тіршілікке түсірді. Жаза ретінде әлемнің екі бұрышына тастады. Аңыз бойынша олар 1000 жылға жуық бір-бірін көре алмай зар болыпты. Бір-бірін зарыға іздеп үнемі дұға етеді екен. Бір күні Адам ата Тұран даласынан өтіп бара жатып, Қазықұрт тауында Хауа ананың сазға түскен ізін көрді. Бұған дейін жан жарынан тырс еткен хабар болмаған еді. Ашығының ізін көргенде еңкілдеп қоя берді. Сағыныштың көз жасы жанарынан бұршақтай домалады. Тәңіріне зікір айтып, сайын далада 7 жерде мінәжат етті де: «Иә Тәңірім, мен қарабеттің күнәсін кеше гөр. Жан жарым Хауа менің ар намысым еді. Мен жоқта бір бәлеге ұрынса сүйегіме таңба болар. Оған қорған болғым келеді. Ғашығыммен тезірек табыстыр. Бүкіл сынағын мен қиындығынды бірге көтеруге әзірмін. Дұғамды пайғамбарлар патшасы Мұхамбеттің құрметіне қабыл еткейсін» деді. Хазіреті Мұхамбеттің аты аталғанда Тәңірінің мейірімі түсті. Тілегін қабыл алды. Көк қарғаны жолбасшы қылды. Құстың ұшқан бағытымен жүріп отырып, Хауа ананы ақыры тапты. Сан түрлі қиындыққа мойымай, екі ғашық ақыры қосылыпты. Сол сәтте олар жұмақта сезбеген бақыттың дәмін татқан екен деседі. Егер Тәңірі Тағала ол екеуін қиындыққа тастамаса, бақыт ұғымын сол күйі сезіне алмай кетер ме еді? Қиындықты жеңгенде ғана мидан бақыт гормоны бөлінеді. Адамның бақытсыз болуының себебі бақытқа ұмтылуында жатыр. Керісінше, бақытты қуған сайын ол төскейден қашқан түлкідей құйрығын ғана сипатып қаша береді. Бақыттың дәмін қиындықты жеңіп барып, табиғи жолмен сезінбесең, биохимиялық жолмен алуға тура келеді. Мидағы гормонды қинап, қолдан туғызатын препараттарды тұрақты қолданып, соған тәуелді болып қалады. Есірткі мен ішкілікке тәуелді болудың түбінде осындай жалған мотив жатады. Енді мына сұраққа жауап берелік. Адамды шындайтын бақыт па, әлде қайғы ма? Қайратты бір тұлғаның өмірін алып қарасан, жас күнде азап тартып соны жеңіп шығады. Ал туғаннан қиындық көрмеген адам қоғамда тұлға болып қалыптаса ала ма? Ерлігі жоқ кісіден тұлға жасау мүмкін бе? Қайғының төсінде шыңдалған ерлер ғана батырға айналады. Керісінше, үздіксіз келген шаттық адамның сақтық инстинктін әлсіретіп жүреді. Бұлшық еттері босап кеткен бозбала сияқты болмашы проблемамен күресе алмас бур кемікке айналады. Тіпті өмірден ұтылмады дегеннің өзінде өмірдің қарапайым даналығынан мақұрым қалады. Мехнат шеккен жандардың барлық ситуацияға беретін жауабы дайын. Олар өмірдің өзі мектеп деп қиындықтан сабақ алады. Бәлкім содан болар, өмірде бақыттан гөрі қайғы қасірет басым. Өмірдің өзі бұл пәнеге бақыт үшін келген жоқсың дегенді айтып тұрады. Орыстың психолог бір ғалымы бірнеше адамға тәжірибе жасап мынаны анықтады. Өмірде қуанышты оқиғадан гөрі қайғылы сәттер жиі кездеседі екен. Ғалымның осы ойына қазақы мына қиса дөп келеді. Тәңірі Тағала тән жасайтын балшықты илегенде 40 жыл қайғы, 1 жыл шаттық суымен суарыпты. Тіршілікте қуанышты сәттің аз болып, қайғылы кездің көп болатыны осыдан екен. Қайғадан соң шаттық суымен суғарғасын. Адам ұрпағы қиындықтан соң міндетті түрде бақытқа кенеледі екен.